айтып жатыр, вообще әділ болмады. Біреулер айтады, мә, бұндай әділсіздік болса неменеге вообще қатыспай қоймадың ба деп. Мен олай санамаймын, шынымен қатысқаныма қуаныштымын. Себебі қалай айтса болады, бәйгеге кірместен ұтылған дұрыс деп санамаймын, және де кез келген дүниеге бір жүрекпен жасасан, ол жүрекке жетеді, және сіздердің жүректеріңізге жетіп жатқанына мен өте қуаныштымын. Тем более бір жеңіл-желпі дүние емес, кәдімгідей мен өзімнің Алашқа деген махаббатымды көрсеттім. Шынайы ол кісілер де өмірде өздерінің тірісінде кейде қазақтың өзімен шалынып, кейде сенде көп әділетсіздіктерге душар болған жандарға менің кәдімгідей тағзымым болды, кәдімгідей құрметімнің белгісі болды. Жеңіл-желпі тақырып, жай ғана билей салып, жай ғана бір нәрсе істесем болатын еді. Бірақ мен әрдайым айтамын ғой, қандай дүние болса да бір ой қалдыратын, кішкене болсын жастардың санасына. Мысалға кешегі мен бишілердің өзі, а кто эти люди дейді, а кто эти люди дейді. Соны мен айттым, бұлар алаштар, осы қазақ үшін қызмет еткен жандар деп түсіндіріп жатырмын ғой. И көріністен кейін уже олар түсіп айтып жатыр да, мә, қалай күшті деген. Мен үшін осыдан асқан жеңіс, осыдан асқан байлық жоқ. Себебі біз өзіміздің дінімізді, тілімізді, ділімізді кәдімгідей насихаттау керекпіз деп ойлаймын. Және де өзіміздің егемен елімізде осы біздің қазақ зиялылары, осы біздің туымыз желбіресін деп күрескен жандар. Сондықтан маған 0 деген ұпай қойса да, мен сол туды желбірету үшін дүниеге келгенмін. Сол туға былай айтқан кезде қаншама қанмен келген дүние болғандықтан маған 0 деген қойса да, мен соны желбіреткеніме өте қалай айтса болады, қуанамын, және де соны мақтан етемін. Себебі бұл біздің еліміз, бұл біздің жеріміз, бұл нәрсе бізге оңайлықпен келген жоқ. Және де айтып тұрмын ғой, маған солайынан туды желбіретпей қой, бірақ басына корона тағамыз десе де, мен ол нәрсеге қуанбаймын. Және де ол нәрсеге тіптен отказ беретін едім. Ондай условиялармен лучше мен вообще дара ханшайым или вообще, ешқандай ханшайым болмай-ақ туымды желбіретіп, әділдікті қолдап жүргенім артық деп ойлаймын. Бастысы, мені қолдаған жандарға шексіз рахметімді айтамын. Мен сіздерді жақсы көремін. Және де қандай итог болса да, сіздер еш мұңаймаңыздар. Себебі бүкіл нәрсе енді қалай айтса болады, болу керек нәрсе болады, болмау керек нәрсе болмайды. Мен көңілім мүлдем түскен жоқ. Мен кез келген результатқа дайын болып бастадым. Кез келген результатқа дайынмын әлі де. Және де барлық нәрсеге шексіз шүкір. Сіздер андай қалай айтса болады, жүректеріңізге алмаңыздар. Бастысы мені түсінгендеріңіз үшін, мені қолдағандарыңыз үшін мен шексіз рахметімді айтамын, тәубешілігімді айтамын. Осы күресте былай айтқан кезде тіпті мені жылдап хейтит еткен адамдардың өздері Алаш Орданың көрсеткеніне рахмет деген маған үлкен жеңіс. Және де жеңген жанды шын жүректен құттықтаймын. Қалай болса да мен өзім барымды салып, жүрегіммен жасаймын. Не жасасам да, тамақ жасасам да, ойнасам да жүрекпен, құласам да жүрекпен деген сияқты ғой. Сондықтан ораза айы мен барлығын Аллаға тапсырып жасайтыным бар. Және де Алланың кез келген шешіміне, ол адам қолынан шықса да, Алла қолынан шықса да, мен мойынсынамын, шүкіршілігімді айтамын. Және де тіптен бір соңғы номинация болса да, рахмет деп тұра беретін күйдемін. Себебі менің жаным тыныш, бақытты. Мен өзімнің мақсатым қандай болды, сол мақсатыма жеттім. Кішкене болсын тарихқа үңілгім келді, кішкене болсын осылай бір халыққа берерім болса екен деген ойым болды. Және де сол нәрсені сезініп, маған жолықтарыңызды көрсетіп жатсыздар. Мен бақыттымын. Бұдан асқан бақыт жоқ. Және де жеңімпаз үшін шынайы қуаныштымын.